Сәлеметсіңдер ме? Периодтық жүйенің екінші период негізгі топша элементтер қасиеттерінің кейбір заңдылықтарымен танысамыз. Бүгін біздер сол заңдылықтарды қарастырамыз. Тек қана периодта және топта атомдардың басқа қасиеттерін салыстырамыз. Бүгін біздер химиялық байланыстың жіктелуімен танысамыз және байланыстың полюстілігімен. Элементтердің химиялық байланыс арқылы қосылыстар түзу қасиеті олардың атом құрылысына байланысты. Элементтердің металдық және бейметалдық қасиеті негізінен сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрондарға, яғни валенттік электрондарға байланысты. Мына слайдта екінші период негізгі топшалардың элементтері көрсетілген. Бағдаршамен осы периодта сол жақтан оң жаққа қарай атомдардың кейбір қасиеттерінің өзгеруі көрсетілген. Ядро заряды, атомдық радиустары, бейметалдық қасиеттері және электр терістік. Бұл элементтер осы элементтердің реттік номерлерінің немесе ядро зарядтар шамаларының өсу ретімен орналасқан. Осы энергетикалық деңгейлерде әр элементке сәйкес электрондар орналасады. Ішкі қабат гелийдің конфигурациясын қайталайды. Сыртқы қабаттан қалған электрондар орналасады. Сыртқы қабаттағы электрондарды біз валенттік электрондар деп атаймыз. Сондықтан ең бірінші заңдылық ядро заряды өседі. Келесі атомдық радиус төмендейді. Неліктен атомдық радиусы периодта сол жақтан оң жаққа қарай төмендейді. Литийдің радиусы 128 пикометр, тордың радиусы 57 пикометр. Сіздер байқаған боларсыңдар, периодта литийден торға дейін ядро заряды өседі. Неғұрлым ядро заряды өскен кезде осы электрондармен және ядроның арасында тартылыс күші жоғарылайды. Осы себептен элемент атомдарының периодта сол жақтан оң жаққа қарай атомдық радиус төмендейді. Келесі заңдылық бейметалдық қасиеттің өсуі. Бейметалдық қасиет ол электрондарды қосып алу қасиет. Неғұрлым атомның радиусы үлкен болса және валенттік электрон саны аз болса, сол элементтің атомы валенттік электрондарды оңай бөледі. Неғұрлым сыртқы қабатында валенттік электрондардың саны көп болса, соғұрлым осы элементтердің электрондарды қосып алу қасиеті бейім болады. Сонымен екінші периодта нағыз металл ол литий, нағыз бейметалл ол тор. Осымен бірге периодта сол жақтан оң жаққа қарай электр терістік артады. Электр терістік ол металдық және бейметалдық қасиетінің көрсеткіші. Бұл сипаттама атомның иондану энергиясы мен электрон тартқыштық мәндеріне сүйеніп есептелген. Элемент атомдарының қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарымен период бойынша таныстық. Ал енді сілтілік металдардың мысалында бірінші А топша бойынша элементтердің қасиеттерінің өзгеруін қарастырайық. Мұнда периодтық жүйенің үлкен варианты, сондықтан бірінші А топша бір араб санымен белгіленген. Осы топтың элементтері литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций сілтілік металдар ұяласына жатады. Литийден бастайық. Литийдің реттік номері 3 болғандықтан оның ядро заряды плюс 3 болады. Натрийдің ядро заряды плюс 11, калийдікі плюс 19, рубидийдікі плюс 37, цезийдікі плюс 55, францийдікі плюс 87. Ядро заряды шамасы топшада жоғарыдан төменге қарай артады. Элементтердің қасиеттері осыған байланысты. Қалай өзгереді екен? Ядро заряды артуымен атом құрамындағы протон саны, электрон саны өзгеріске ұшырайды. Мысалы, литийді алсақ, литийдің ядро заряды плюс 3, сондықтан протон саны 3 болады, электрон саны да 3. Натрийдің ядро заряды плюс 11, сондықтан оның 11 протоны бар, 11 электрондары. Калийдің ядро заряды плюс 19, протон саны 19, электрон саны да 19. Рубидийдің ядро заряды плюс 37, 37 протоны бар және 37 электрондар,
5 энергетикалық деңгейде орналасқан. Цезий ядро заряды плюс 55 протоны мен 55 электрондары бар екен. Осыдан көріп тұрғандай, литийден цезийға дейін ядро заряды артуымен электрон саны да өседі. Нәтижесінде қосымша энергетикалық деңгейлер пайда болады. Электрондардың бір-бірінен тебіліс күштері артады. Сондықтан атомның көлемі ұлғаяды, радиус өседі. Литийдің радиусы 128 пикометр, ал цезийдің радиусы 298 пикометрге тең. Естеріңізге түсірейін балалар, 1 пикометр 10⁻12 дәрежесінде метр. Атом радиустарының өзгерісі элементтердің металдық қасиетіне әсер етеді екен. Металдар электрондарды беруге бейім элементтер. Әр элементтің қысқартылған электрондық формуласы келтірілген. Тік жақшаның ішінде осы элементтердің алдындағы орналасқан асыл газдардың таңбалары бейнелеп тұр. Бұл нені белгілейді екен? Литий бір электроннан айырылса, ол тұрақты бөлшекке айналады. Ол литий катионы. Литий катионы литий атомына қарағанда тұрақты болады, себебі ол гелийдің конфигурациясын қайталайды. Сол сияқты натрийда сыртқы қабатындағы бір электроннан айырылса, ол натрий катионына айналады. Натрий катионы ол да тұрақты бөлшек болып саналады, себебі натрий катионының электрондық конфигурациясы неонның конфигурациясына сәйкес болады. Натрий катионы натрий атомына қарағанда тұрақты бөлшек. Калий атомның сыртқы қабатында, 4-ші энергетикалық қабатында валенттік электроны орналасқан 4s1. Осы электроннан айырылған кезде калий катионы пайда болады. Бұл тұрақты бөлшек, себебі оның электрондық конфигурациясы аргонның химиялық тұрақты конфигурациясын қайталайды. Рубидийдің сыртқы қабатында валенттік электроны 5s1 оңай бөлінеді. Сол кезде рубидий катионы пайда болады. Ол да тұрақты бөлшек, себебі ол криптонның конфигурациясына ие болады. Цезий 55-ші электроннан айырылған кезде жүрген катионның конфигурациясы ксенонның электрондық тұрақты конфигурациясына ие болып, цезийдің катиондары табиғаттан қосылыстардың құрамында кіріп кездеседі. Сонымен топшада жоғарыдан төменге қарай атомдық радиустарының өсу бойынша металдық қасиет өседі. Неғұрлым ядро мен сыртқы қабаттағы валенттік электрондар арасында ара қашықтық артқан сайын элементтің электрондарды беру немесе тотықсыздандырғыш қасиет өседі. Өйткені валенттік электрондардың ядроға тартылыс күші әзірейді және элемент атомы электронды оңай береді. Яғни топшада жоғарыдан төменге қарай металдық қасиет артады. Осы қатарда ең белсенді металл цезий. Сонымен қатар валенттік электрондардың ядроға тартылыс күші әсіреген сайын электр терістік те төмендейді. Кез келген элемент атомының өзіне электрон тарту және тебу қабілетін қоса сипаттау үшін салыстырмалы электр терістік деп аталатын шама қолданылады. Энергиялық мәндері бойынша тарту күштері әрдайым тебу күштерінен басымдау болады. Сондықтан атомдардың өзіне электрондар тарту қасиетін электр терістік деп атайды. Электр терістік деген ұғымды енгізген Лайнус Полинг. Сіздер мына кестені көріп тұрсыңдар. Ең жоғары электр терістік мына шамада 3-4 арасында, ол қызыл түспен көрсетілген, ол бейметалдар. Ең үлкен электр терістік ол фторда 4-ке дейін, оттекте 3,5, азот пен хлорда 3-ке дейін. Электр терістіктің мәндері 2000-2,9 арасындағы ол сары түсті элементтер, оларда бейметалдар және кейбір металдар. 1,5 мен 1,9 арасында олар ашық жасыл түспен белгіленген және электр терістік төмен элементтер, ол типтік металдар, олардың электр терістігі 1,5-тен төмен. Енді қандай заңдылықты біздер байқаймыз? Ол заңдылықтарда бірінші мен екінші слайдта болды, біздер бұны қайталап жіберейік. Периодта сол жақтан оң жаққа қарай электр терістік артады, топшада төменнен жоғарыға дейін электр терістік
артады. Электр терістік ұғымның көмегімен жай және күрделі заттар түзілгенде пайда болатын химиялық байланыстардың түрлерін анықтауға болады. Электр терістіктің айырмасына сүйеніп, біз байланысты коваленттік байланыс және иондық байланыс деп жіктей аламыз. Коваленттік байланыс электр терістілік айырмасы үлкен емес атомдар арасында түзіледі. Атомдар жұптаспаған валенттік электрондардың көмегімен ортақ байланыстырушы электрон жұп түзеді. Иондық байланыс электр терістілік айырмасы үлкен атомдар арасында түзіледі. Негізінен металл мен бейметалдардың арасында натрийді көріп тұрсыңдар, және хлордың люс таңбалары көрсетілген. Натрий валенттік электрон саны 1, хлорда 7. Хлордың электр терістігі натрийға қарағанда жоғары болғандықтан, натрийдің электроны хлорға ауысады. Мұнда 2 жеке бөлшектер пайда болады. Ол натрий 10 зарядталған атом, оны біз катион дейміз, және хлордың теріс зарядталған атомын біз анион дейміз. Осы жеке бөлшектер электростатикалық күштің әсерінен бір-бірімен тартылып, иондық байланыс түзілді. Металдық байланыс. Металдардың радиустары үлкен, сыртқы энергетикалық қабатта орналасқан электрондардың саны негізінен аз. Сондықтан металдардың радиусы үлкен болғандықтан, олар валенттік электрондарды жеңіл бөледі. Ол бөлінген электрондардан металдарда ортақтасқан электрондардың жиынтығы пайда болады. Оны электрондық газ деп атайды. Сонымен металдық байланыс пайда болған металл катиондары мен ортақтасқан электрон жиынтығының арасындағы түзілетін байланыс. Атомдардың арасында байланыс түзілгенде, атомдардың электрон бұлттары бүркесіп, ядролардың арасындағы кеңістікте максимал электрондық тығыздығы бар аймақ пайда болады. Коваленттік байланыс пен иондық байланысты салыстыру үшін атомдар арасындағы электрон тығыздығының ығысуын қарастырайық. Электрон тығыздығының ығысуы байланыстың полюстігін анықтайды. Келесі 3 мысалдарды талдайық. Хлор 2 хлор атомы байланысқан, H хлор, сутек пен хлор атомдары байланысқан, және натрий хлор, натрий және хлор атомдары байланысқан. Электрон тығыздығының ығысуын бағалау үшін бізге байланысқан 2 атом арасындағы электр терістік айырмасы көмектеседі. Өйткені байланыстағы бір атомның электр терістігі, яғни өзіне электрондарды тарту қабілеті жоғары болса, онда байланыстағы электрон тығыздығы сол атомға қарай ығысып, байланыс полюсті болады. Полюсті дегеніміз бір атомда теріс зарядты, екінші атомда 10 зарядты ажырата аламыз. Енді хлор молекуласынан бастайық. Электр терістік айырмасы 0-ге тең. Себебі 2 бірдей атом байланысқан. Бұл нені білдіреді екен? 2 бірдей атомдар, бейметалдың атомдары ортақ электрон жұбы арқылы байланысқан кезде электрон тығыздығы біркелкі таралады. Оны біз хлор молекуласының электрон тығыздығының таралу картасынан байқап тұрмыз. Электрон тығыздығы сары түспен көрсетілген. Және мына жерден көріп тұрғандай сары түс таза коваленті байланысқа сәйкес келеді. Хлор молекуласында электрон тығыздығы біркелкі таралғандықтан, біз 2 атом арасында теріс және 10 зарядты ажырата алмаймыз. Сондықтан осындай байланысты ковалентті полюссіз байланыс деп атаймыз. Келесі молекула хлорсутек молекуласы. Сутектің электр терістігі хлорға қарағанда 0,9-ға төмен. Оны біз электр терістік айырмасынан көріп тұрмыз. Яғни, хлор мен сутек арасында байланыс пайда болған кезде хлор өзіне қарай электрон тығыздығын тартады, себебі оның электр терістігі жоғары. Нәтижесінде хлор атом маңайында теріс заряд шоғырланып, хлорда ішінара теріс заряд пайда болады. Электрон тығыздығының таралу картасынан хлордың қызғылт түспен көрсетілгенін көріп тұрмыз, және қызғылт түс ішінара теріс зарядқа сәйкес. Электрон тығыздығы сутектен кері ығысқандықтан, сутек маңайында электрон дефициті пайда болып, сутекте ішінара 10 заряд пайда болады, және ол жасыл түспен көрсетілген тұр. Бұл жерде көңіл аударатын нәрсе, ішінара заряд ол толық заряд емес, себебі хлор мен сутектің арасында ортақ электрон жұбы арқылы байланыс
пайда болады. Яғни бұл ковалентті полюсті байланыс. Себебі бұл жерде біз хлор атомында ішінара теріс және сутек атомында ішінара оң зарядты ажырата аламыз. Енді ең соңғысы натрий хлориді. Натрий мен хлор арасындағы электртерістік айырмасы өте жоғары, 2,1. Хлордың электртерістігі натрийға қарағанда неғұрлым жоғары болғандықтан, осы екі атом арасында ортақ электрон жұбы түзбейді. Керісінше, натрий өзінің валенттік электронын хлорға толығымен беріп, электрон ауысу жүзеге асады. Нәтижесінде хлорға бір электрон қосылып, ол хлорид ионына айналады және оның заряды 1 минуске тең болады. Ал натрий бір электроннан айырылып, натрий катионына айналады, оның заряды 1 плюске тең болады. Электрон тығыздығының таралу картасында хлор қызыл түске боялған. Қызыл түс ол 1 минус зарядына сәйкес болып, электронның толық қосып алуын көрсетеді. Ал натрийдің түсі көк, оның заряды 1 плюс сәйкес келіп тұр. Осында иондар бір-біріне электростатикалық күштің әсерінен тартылып, иондық байланыс түзіледі. Сонымен, қорытындылай келе, ортақ электрон жұбы арқылы электр терістігі бірдей атомдар байланысса, ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Ортақ электрон жұбы арқылы электр терістігі әртүрлі атомдар байланысса, электрон тығыздығы электр терістігі жоғары атомға қарай ығысып, ковалентті полюсті байланыс түзіледі. Электр терістілік айырмасы өте жоғары атомдар арасында электронның толық ауысуы арқылы, иондардың электростатикалық тартылысы арқылы иондық байланыс пайда болады. Келесі жаттығуны орындайық. Келесі заттардың құрамындағы атомдардың арасындағы байланыс типін анықтаңыз. А. Ковалентті полюссіз байланыс, В. Ковалентті полюсті байланыс және С. Иондық байланыс. Фосфор мен хлордың арасында ковалентті байланыс түзіледі. Енді олардың периодтық жүйедегі орны бойынша шамамен электр терістік айырмасын салыстырайық. Период бойынша электр терістік артады, хлордың электр терістігі фосфорға қарағанда жоғары болады. Яғни электрон тығыздығы хлорға қарай ығысып, байланыс ковалентті полюсті болып саналады. Фосфор ішінара плюс, хлор ішінара минус зарядтарға ие болады. Келесі, сутек атомдар арасында ковалентті байланыс пайда болады. Екі бірдей атом байланыс түзілетіндіктен электр терістік айырмасы 0-ге тең болады. Яғни электрон тығыздығы біркелкі таралады, сондықтан сутек атомдар арасында ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Көміртек пен сутек арасындағы ковалентті байланыс пайда болады. Енді олардың периодтық жүйедегі орны бойынша шамамен электр терістік айырмасын салыстырайық. Көміртекте ядро заряды жоғарырақ болғандықтан, көміртектің электр терістігі сутекке қарағанда жоғары болады. Яғни электрон тығыздығы көміртекке қарай ығысады. Байланыстың түрі ковалентті полюсті болып саналады, себебі көміртек ішінара минус, сутек ішінара плюс зарядталады. Литий мен фтор металл және бейметалдың арасында байланысты қарастырайық. Олардың электр терістік айырмасы өте жоғары, сондықтан электронның толық ауысуы жүзеге асып, мына жерде көрсетілгендей литий катионы және фторид анионы пайда болып, иондық байланыс түзіледі. Кремний мен сутек арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін қарастырайық. Енді олардың периодтық жүйедегі орны бойынша шамамен электр терістік айырмасын салыстырайық. Кремний 3-ші периодта орналасып, оның өзіне электрондарды тарту қабілеті әлсірейді, сондықтан сутектің электр терістігі кремнийге қарағанда жоғары болады. Яғни электрон тығыздығы сутекке қарай ығысып, байланыс ковалентті полюсті байланыс болып саналады. Күкірт атомдары арасында ковалентті байланыс түзіледі. Екі бірдей күкірт атомдары байланыс түзетіндіктен электр терістік айырмасы 0-ге тең болады. Яғни электрон тығыздығы біркелкі таралады. Сондықтан күкірт атомдары арасында ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Оттек атомдарының арасында ковалентті байланыс түзіледі. Екі бірдей оттек атомдары байланыс түзетіндіктен электр терістік айырмасы 0-ге тең болады. Яғни электрон тығыздығы біркелкі таралады. Сондықтан оттек атомдар арасында ковалентті полюссіз байланыс түзіледі. Магний мен хлор металл және бейметалдың арасында түзілетін байланысты қарастырайық.
Олардың электротеңіздік айырмасы өте жоғары. Сондықтан электронның толық ауысуы жүзеге асып, мына жерде көрсетілгендей магний катионы мен хлорид иондары пайда болып, иондық байланыс түзіледі. Күкірт пен хлор арасында екеуі де бейметалдар, ковалентті байланыс пайда болады. Енді олардың периодтық жүйедегі орны бойынша шамамен электротеңіздік айырмасын салыстырайық. Период бойынша электротеңіздік өскендіктен хлордың электротеңіздігі күкіртке қарағанда жоғары болады. Яғни электрон тығыздығы хлорға қарай ығысып, байланыс ковалентті полисті болып саналады. Темір мен оттек, металл және бейметалдың арасындағы байланысты қарастырайық. Олардың электротеңіздік айырмасы өте жоғары. Сондықтан электронның толық ауысуы жүзеге асып, мына жерде көрсетілгендей темір катионы 3+ және оксид анионы пайда болады. Электростатикалық күштің әсерінен иондық байланыс түзіледі.